Арқа сүйер жан әкеміз, Асқар тау бауырымыз, істілеутегі Талғат Сейдахметұлы рухына арналады. Пейішке жетелейтін пейіл демекші, жан дүниесі мен пейілі қашанда таза болған ардақты әкеміз, ата-анасы қызмет бабымен Жетісудың шоқтығы биік киелі бір мекені Талғар қаласына қоныс аударған кезінде 1933 жылдың күзінде өмірге келеді. Әкеміздің балалық шағы Талдықорған қаласынан 3-4 шақырым жерде орналасқан, ескелді бабамыз айтқандай, күндіз күміс, түнде алтын ағатын, ырысты өзендер, Көксу мен Қаратал аралығы, бабадан мирас болып қалған құтты қоныс киелі Нұра ауылында өтті. Тірлікте туған жердің бір тал шөбі бол, жақында жүрсең табына біл, жырақта жүрсең сағына біл дегендей, әкеміз үшін Нұра ауылының орны бөлек еді. Қаратал бойынан орын алған ауылым, лабасы ойына егін салған ауылым, Бақтыбайдай дүлділді қызықтырған ауылым, талдай өскен сымбатты Нұра менің ауылым. Жерлесіміз ақын Алашбаев Әбдіқадыр ағамыздың осы өлеңін әкеміз жатқа айтушы еді. Ананың аялы алақаны мен жылы жүрегіне, әкенің шексіз қамқорлығы мен кіршіксіз таза көңіліне, мейірімділіктің кәусар бұлағына қанып өскен әкеміздің балалық шағы еркелікпен еркін өтті және өте бақытты болды. Асыл анасы Зәуре мен ардақты әкесі Істілеуді зор махаббат, сағынышпен еске алып, балалар, бақыт деген анаңның жанарында, әкеңнің қабағында дейтін еді. Бірақ та талай боздақтарды Майдан даласынан қайтпас сапарға аттандырған Ұлы Отан соғысының қасіретті тарихы біздің отбасымен тығыз байланысты. Істілеу атамыз 1941 жылдың желтоқсан айында сұрапыл соғысқа аттанып, жан кешті ерлік көрсетіп, Берлинге дейін жетіп, алайда елге оралмады. Нұра ауылынан бірнеше азаматтарды тягач автомашинасына тиеп, соғысқа аттанар кезде әкесі Талғат жанымды алып беріңдерші депті. Сол кезде азаматтардың бірі Талғатын тягачтың үстіне шығарып, қолына ұстатыпты. Жалғыз ұлын мейірлене құшақтап, кеудесіне қысып жерге түсіріпті. Сол ызғарлы желтоқсанда жан әке мен жан баласының соңғы көрісу екен. Осы көрініс әкеміздің есінде мәңгі бақи сақталып, өмірден өткенше әкесіне деген сағынышы еш басылмады. Әкесінен соғыс айырып, анасының құшағында қалған бала Талғаттың елгезек болып өсуіне анасы Зәуренің еңбегі ұшан теңіз еді. Жарықтық 90-ға келген шағында да анасын сағынып отыратын. Менің анам ең жақсы адам деп еске алғанда көзінен 6 тарам жас ағатын. Иә, 1941 жылы басталған Ұлы Отан соғысының тауқыметті қасіреті әкеміздің отбасында айналып өтпеді. Біз соғысты көрген жоқпыз, бірақ та сол соғыстың қасіретін көріп өскен ұрпақпыз деп айтқанын біз талай рет естідік. Жадырап келген жеңіс күні соғыстан елге аман есен оралған әкесінің інісі Батқал ағасын қарсы алған кезін әкеміз ерекше сезіммен айтып отыратын еді. Нұрадан Шымыр ауылына дейін балалар жалаң аяқ жүгіріп, бүкіл ауыл адамдары ағамызды күтіп алғанда, маған пилоткасын кигізіп, ал бауырым кеңеске планшетін иығына салып бергенде, біз екеумізден бақытты адам жоқ еді. Әкесінің орнын жоқтатпай, жаралы бала жүрегін қуанышқа бөлеген, қамқоршы, қорған бола білген Батқал атамыздың кемеңгерлігі мен кісілігіне бас иіп, ұрпақтарының атынан мың алғыс айтамыз. 1964 жылы әкеміз аяулы анамыз Ханшайым ғалым қызымен отбасын құрады. Дүниеге 2 ұл, 3 қыз келдік. Әкеміз бен анамыздың тағдыры бір. Екеуі де отан үшін от кешкен, соғыстан қайтпаған батырлардың ұрпақтары. Атамыз ғалым Сталинград түбіндегі шайқаста қаза болған. Әкеміз отбасымыздың қорғаны, даналық пен жауапкершіліктің үлгісі болса, ал анамыз үйіміздің берекесі, мейірім мен жылулықтың қайнары болды. Судың тазалығын, желдің еркелігін, ағаштардың жайқалуын, күннің жылылығын үйреткен ата-анамыз берген тәрбие бізге өмірлік азық. Аяулы әкеміз
әрдайым Құдай берген 5 балам, жарқыраған 5 жұлдызым, жағадағы құндызым, мойнымдағы тұмарым деп отыратын. Адамгершілігі мен кішіпейілділігі, адалдығы мен бауырмашылдығы әкеміздің бір басынан асып жататын қасиеттер еді. Иә, ол кісі өте бауырмал болды. Өмірінің соңғы жылдары бауырға деген сағынышы, құрметі Алдабергенов ауылының алғашқы дәрігері Кеңес ағамызға ерекше болды. Шұбар ауылына жиі барып, бауырының бала-шағасының қал жағдайын біліп тұратын. Ал қарындастары Райса Батқалқызы мен Гүлнар Батқалқызын жанындай жақсы көретін Асқар Таудай бауыры болған. Атына заты сай, қамқор әкеміздің бейнесі мәңгі есімізде сақталады. Ізгіліктің нұрын шашар маңайға, адам еді үлгі болар талайға. Жақсылығын өзінен де көп көрген, ұмытпайды әкемізді туған туыс, жора жолдас қалайда. Сонымен қатар әкеміз көкірегі ояу, көзі ашық, сауатты, кітап құмар тұлға болатын. Жетісудың желқобызы атанған Бақтыбай ақынның өнерін жоғары бағалайтын. Бабасының талай айтыстарын жатқа біліп бізге айтып беретін. Шығыс халқында әкеден асқан дана жоқ, әкеден асқан пана жоқ, әкеден асқан қамқор жоқ деген аталы сөз бар. Сол әкелердің өзі де, көзі де сіз бола білдіңіз. Сіз 90 деген жастың өзіне ауыздығымен алысқан сәйгүліктей шаршамай, шалдықпай келдіңіз. Сіздің кісілік келбетіңіз бен азаматтық болмысыңыз ұрпағымызға үлгі болмақ. Өнегелі өмір жолыңыз ұрпақтар сабақтастығы мен ғұмырлар жалғастығын табары анық. Сізді Әзірбайжан, Египет мемлекеттеріне, Сауд Аравиясында Меккеге апарғанда, баласы жақсы адамдар ешқашан қартаймайды деп риза көңілмен қалжың араластырып едіңіз. Әкем асқарым, аласармас асқағым, өзің барда әкетайым, арайлы ашық аспаным. Әкем тірегім, сен деп соғар жүрегім, бауыр етің балам үшін мейірімді жүрегім. Әкем таудан ескен самалдайын, әкем алынбайтын қамалдайын. Жан әке, бүгінде өзімізді ойласақ, жанымыз құлазып, жүрегіміз егіледі. Иманды болып, әкешім, басыңа қонсын шырағың. Жан әке, сіздің артыңызда қалған ұрпағыңыз, берген тәліміңіз, адал атыңыз, даналы баталарыңыз мәңгі жасайды. Сіз біз үшін Асқар Тау ғана емес, жүрегіміздің мәңгі сөнбес шуағы болып қаласыз. Verdim başına, bereke birlik versin başına. Ağdayım ondasın, Kadir Erbak koldasın. Vakti Dastarxan'a zamançılık olmasın, жақсылық деп орнasın. Dastarxanın bayı olsun, kazanın uşağın ayıp olsun. 4 dilim sayıp olsun. Oğlum yağa konsun, kızın kıyağa konsun. Belgenin Allah tam bassın. Öse versin, can bassın. Köye versin, mal bassın. Avmayın. Әкем сендей биік таба алмайм. Әке жанымдағы жаналығым, әке үлгі маған даналығым, әке қарашығы жанарымның, әкем, әкем, әкем қарашығы жанарымның, әкем.